қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырманың бірінші сұрағына мерзім мезгіл өлшемдері атауынан қазақ тілінің атауларға сөздік қорына бай екенін аңғаруымызға болады. Екіншісіне уақыт мезгілдерін анықтауда өлшемдердің көптігі адамдардың өмірі мен табиғат құбылыстарының алуан түрлі екенін, уақытты әртүрлі жағдайға қажетке қарай өлшегенін білдіреді. Өзге халықтарда да уақыт өлшемдері бары анық. Себебі әр халық өз өмір салтына қарай өзіндік өлшеу жүйесін қалыптастырған деп ойлаймын. Үшінші сұраққа, кейбір уақыт өлшемдерін сөйлеу тілінде қолданамыз деп жауап берулеріңізге болады. Екінші тапсырмада жылды, 90-ды, айды, аптаны, тәулікті бөлудің шаруашылыққа сай реті мен ыңғайында ойластырған. Мерзім, мезгіл өлшемдеріне келгенде қазақ тілі өте бай. Қыс, көктем, жаз, күз мезгіл өлшемдеріне жатады. Мезгілді күндіз көлеңкеге, түнде жұлдызға қарап анықтаған деп мәтіннен 3-4 сөйлемді көшіріп жаздық. Және қай жерінде логикалық екпін тұр, сол жері белгіленіп көрсетіліп тұр. Яғни бұл жерде логикалық екпін дегеніміз мәтінді келесі адамға айтып жатқан кезде мәтініміздің дұрыс естілуі үшін, дұрыс айтылуы үшін кідіріс жасалынатын бөліктері болып есептелінеді. Үшінші тапсырмада ата қоныстың әрбір аймағы халық санасында киелі жер болып саналады. Халықаралық көрмеде киіз үйге әрқашан жоғары баға береді. Қазақ шеберлері керемет зергерлік бұйымдар жасайды. Қазақ тілінде мезгіл, мерзім өлшемдері өте көп. Бұдан халқымыздың таным түсінігі терең, тіл қабілетінің жоғары екенін байқаймыз. Уақыт мезгілдерін анықтауда халқымыз өлшемдерді қызық әрі мол қолданған. Салмақ өлшемдерінде халықтың тұрмысы мол көрініс тапқан деп қажетті жалғауларды жалғап шығамыз. Қай жалғау жалғанда асты сызылып көрсетіп тұр. Бұл жерде көбінде тәуелдік жалғауының үшінші жағы ілік септігі, септік жалғаулары қолданылған. Ал келесі төртінші тапсырмада ертегіні жалғастырамыз. Аруананың сөзін тыңдаған бұзауқан, қошақан, лақ пен құлыншақ ойланып қалады. Сонда біз де өнер үйрене аламыз ба деп сұрады құлыншақ. Әрине, деді аруана мейіріммен. Егер сендер еңбекқор, төзімді әрі ізденгіш болсаңдар, бәрің үлкен жетістікке жете аласыңдар. Сол күннен бастап төрт төл әрқайсысы өз ісіне кірісіпті. Құлыншақ жүйрік ат болуға, бұзауқан мықты өгіз болуға, қошақан сүтті қой болуға, лақ көңілді елге қуаныш сыйлайтын сергек болуға талпынады. Күндердің күнінде бәрі өз армандарына жетіп, елге пайдалы мал болыпты. Ал аруана болса олардың жетістігіне мақтанып, өнер еңбектің жемісі, адалдықтың көрінісі депті. Содан бері адамдар төрт түлікті қадірлеп, мал баққанға бітеді деп айтып кеткен екен деп ертегіні жалғастырып құрастыруларыңызға болады. Ал астындағы артық болмас білгенің дегенді оқып болғаннан кейін 5-ші үй тапсырмасын бірге орындайтын боламыз. Бұл тапсырмада мәтін құрастырамыз. Ертеде қазақ халқы салмақты өлшеудің өзіндік жүйесін қолданған. Мысалы, бір мысқал 1 грамм, ал келі 1 килограмм болған. Үлкен салмақты білдіру үшін пұт және батпен өлшемдер пайдаланылған. Сұйық заттарды өлшеуде де өз өлшемдері болған. Бір шелек су немесе сүт 10 литр, ал бір торсық айран шамамен 6-7 литр болған. Ал бір саба қымыздың сыйымдылығы 10-15 литрге дейін жеткен. Қазақтар азық-түлікті қаппен немесе құнармен де өлшеген. Бір қап ұн немесе қант 50-60 килограмм, ал құнар 70-80 килограммды тартқан. Бұл өлшемдер халқымыздың тұрмыс тіршілігі мен еңбегінде маңызды рөл атқарған деп 5-ші тапсырманы орындап шығуларыңызға болады. Келесі қазақ тілі тапсырмаларын менімен бірге орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Пікір білдіріп, лайк басып, менің арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.